Это роса. Туған туысқандар, бүгін біз барлықтарыңыз білетін Биғайша анамызға 5 жылдық өмірден кеткеніне тамақ асын беріп отырмыз. Құранын оқып, бірге еске алып, анамызды енді барлықтарыңыз білесіздер, бұл жерде бөтен адам жоқ. Әрқайсысы қандай болса да ананың шайын ішіп, ананың тамағын ішіп, бірге дастарханда стол. Енді анамыз туралы көп айта берсе сөз жетпейді ол кісіге. Туған туысқанға, құда жекжатқа бәріне өзінің мейірімін шашып, өзінің жаңағы жақсылықтарымен бөлісіп, әрқашанда мына бүгін еске алу табанына келіп отырмыз. Сіздерге көп рахмет. Бірге болып бүгін Құранды оқып, анамызды еске алайық. Алды әдемі сол Петропавлды көркейтетіндей әдемі қыздары барлығы өзіміз дос болып, бәріміз бірге өскен жеріміз. Енді сіздерді ана деген үлкен бір институт деген нәрсе бар. Әрине ол бізде анамыз болады. Әрқайсымыздың жақын танатын ретінде білген үшін бірінші орында анамыз. Анамызға Алла разы болсын, анамыздың аруағы осы жәннәтул фирдаусы түбінде бола берсін. Жалпы қазақта айтады, өлер азаймай тірі байымайды дейді. Осы біздің ең бірінші перзенттік және де пенделік борышымыз әрине ең бірінші Аллаға ибадат ету және де ата-ананы сыйлау екенін шамалаймын. Өйткені Алла Тағала Ан'ам сүресінде айтады екен: وأن تشركوا بي ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. Яғни ең бірінші орында Аллаға ешнәрсеге қоспау, Аллаға ғана ибадат жасау, Аллаға ғана дұрыстап тағзым ету, және екінші орында ата-ананы сыйлау. Қазақта айтады ғой, жәннат дейді ананың табанының астында. Яғни Алла Тағала әрқайсымызға осы ана деген ұғымды бізге соншалықты қасиетті ретінде және сол ананың разылығын, ананың орнын, рөлін біздің өмірімізде Құдайдан үміт бағатын нәрсе екенін көрсетеді. Жалпы Құдайға деген махаббат
және де ана мен баланың махаббаты ешқашан да риясыз болмайды. Яғни ешқандай риясыз махаббат, яғни бұл ешқандай ақшадан қажет етпейтін махаббат. Өйткені ана мен баланың махаббаты, анасы ол баласы үшін өзінің жаны үшін жанын береді. Және де ең бірінші ойымыз, әрине енді өкінішке орай біздің Биғайша апамыздың арамызда жоқ. Біздің бүкіл міндетіміз әрине сол қазақтың мақалы бар ғой, өлі разылмай тірі байымайды дейді. Сондықтан да сол кісіге құран бағыштап, сол кісінің артынан дастархан жасап, садақа жасап, әрине ең сауап болады. Және де осы атсалысқан барша адамға, барша осы қауымға, осы біздің әкемізге, ағаларымызға Алла разы болсын. Және сіздерге осы жиналған дүйім жұртқа сіздерге Алла разы болсын. Уақыттарыңызды бөліп, осы Биғайша апамыздың есіне алып, осындай бір үлкен жиынға атсалысқандарыңызға Алла разы болсын. Және де осы перзенттік борышымыздан құтылдық деп ойлаймын. Және мен айта кететін жай, Биғайша апамыз өзінің тірі кезінде туған туыстарынан, дос-жарандарына қарасақ өте сабырлы, өте айбынды, өте нұрлы кісі екені көрініп тұр. Және де қарасақ осы қазақта айтады ғой, анасына қарап қызына дейді. Осы Биғайша апамыздың мысалы қызына қарасақ та үлкен бір кісі екені көрініп тұр. Және де ең бірінші әрине не ол ата-ананың тәрбиесінен және де ананың үлкен ақылынан. Сондықтан да сіздерге барлықтарыңызға Алла разы болсын. Әпкемізге, осы жиналып жатқан осы кісілерге барлығымызға Алла разы болсын. Құрметті қалайық, осы жерде жаңағы біз жинаған туыстарымыз отыр. Мағанның жан ағасы Жүнісбек деген Болат деген баласы бар. Ана бізбен бөліспейтін, Болатты бізден көбірек жақсы көретін. Болат өзінің бір сөзі. Бүгін Света апамыз еске алып, мамасына Құран оқып жатыр. Әрине енді адам деген туған қимайды ғой, енді 100 өсіп, 200 өсіп. Енді апамыздың жатқан жер торпағы жан-жанатта болсын. Ол кісі өзі бір жадар адам болған өзі. Біз бауырлары десе жаны беретін адам болған. Апамыз әрқашанда біздің еліміздің туын көтергісі келетін. Сол ол кісіге бір шай память, Света сендерге де апамыз өмірлері сақтап өздеріңіздер немерелер өсіп жатса, солар үлкен азап. Қарағанда ешкімді бөлмейтін. Ана туыс, құда, жекжат бәрі бірдей болатын. Үлкен ас келді, қазір бата. Ән азайып, қуанышпен көрсем, қуанышым көбейіп дейді. Сондықтан Енді осыдан жақын кеткен бізде Жұмабек, оның бөлесіндері Шәкен. Қойда сізге де қой бастап балалар біздің балаларымыз біз не береміз красиво айдана башладым Ауылдан шыққанбыз, қазір бір бейне фильмді мағамның сөйлеген сөздерін, айтқан тілектерін көріп көрсеңіздер, біраз көңіл бөліңдер. Осы 5 жылда да бір 5 минут шешем
үлкен кіші, білімді, білімсіз, әйел, еркек болса да бәрінің анасы бар. Сол сіздерден жас буыннан сұрайтыным, аналарыңды құрметтеңдер, аналарыңа шамаларың келгенше қызмет етіңдер. Өйткені бұл өмірде өмір қамшыдан сабындай дейді ғой. Бар кезде ананың қасында болғанда онша ойламайды екенсің. Ал енді анадан айырылғаннан кейін әр сәтті бұлай жасадым ау, бұлай жасамадым ау деген бір өкініш пайда болады екен. Сол үшін мына жас өсіп келе жатқан балалардан, мына келіндерден, енді ағаларымыз ол әрқашанда сыйлап жатады ғой. Сол құрметтеңіздер, өйткені ол бәріміз бұл өмірде қонақпыз. Сол енді қонақты қалай күтеді, солай бір-бірімізді күтуіміз керек. Осы сіздерге үлкен рахмет. Шешеңіз осы көпшілікті жақсы көруші еді. Осындай жиылған кісілер жақсы көруші екен. Бүгін Құдайға шүкір шақырған адамға жарқырап өтсін. Міне үлкен көп рахмет Сәулет әтеме, анау Нарынқұлдан келді балаларына. Балаларына рахмет. Мамаларын аяқ қолын жерге тигізбей, тура самолетті ұшырып осында алып келгенде Ернарға рахмет үлкен. Мына апайымызды құрметтеп жүргендеріне. Анау жақтан Балқаштан өзі аяғы ауырса да сырқырап Нұрқамбет деген, Никита деген ол біздің шешеміздің ерекше баласы болады, ерекше құрметтейтін. Нәжде Галя деген сіңілісі отыр. Оларды бізден артық көретін. Соларға үлкен рахмет. Бәріңіз келіп, бір адамдай мына еске салып. Енді мен ойлаймын, бұл тек қана бізге емес құрмет. Бұл бәр әлемдегі аналарға құрмет деп ойлаймын мен өзім. Сол үшін амандық, жақсылық тілеймін сіздерге. Құрметті қауым, бүгін мінекей өте қуаныштымыз. Біздің асыл анамыздың осы өмірден өткеніне 5 жыл болды. Соны еске алып, бүгін өте жақын жандар жиналып отыр. Сіздерге көптен көп рахмет. Барлықтарыңызды мамам біліп, сыйлап, барлықтарыңызды өте жақсы көретін. Сіздердің әрқайсыларыңызға отбасылық бақыт тілеймін, ұзақ өмір тілеймін. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Бала-шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Аруақтар бір аунады бүгін, солар қолдап, қорғап жүрсін. Тек қана жақсылық болсын, тойда кездесейік. Ал енді не деймін, осы отырған осы жерде кісілер бәрі бөтен емес. Мамамның енді қазір біз мамамды есімізге алып жүрегіміз толқып тұр. Мамамның жүрегі өте кең болатын. Әрқашанда біреуін бауырым, біреуін сіңілім, біреуін құдам, біреуін құдашам деп сондайлығы жылы сөз айтып, жылы тартып отыратын. Бір қаладан бір қала келгенде ойбай, ана туысқанымыз кеп қапты, мына туысқанымыз кеп қапты деп обязательно шақырып алатын, келсе қуанып жататын, бәрі сыйлап, келіп, амандасып, сөйтіп кіріп шығып жататын. Дастархан әрқашанда жиналмайтын мамамның. Енді осы бәріміз қазір осы жерде туған, туысқан, құда, жекжат, туыс бәрі бізге жақын, өте жылы адамдар. Соны енді бүгінгі осылай мамамызды есімізге алайық деп ас беріп жатырмыз. Қабыл болсын, сіздерге көп рахмет. Бізді құрметтеп, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін келіп, біздің қасымызда болғандарыңызға көп рахмет. Сіздерге көп денсаулық тілеймін, зор денсаулық. Бала-шағаларыңыз бәрі аман болсын. Үйде әр отбасында қуаныш, жақсылық бола берсін. Әрқашан бәрі үйде қуаныш бола берсін. Енді балаларыңыздың қызығын көріңіздер, немерелеріңіз, шөберелеріңіз көп болсын. Осындай өте риза болып тұрмын. Бәрі туған туысқан осы жерде жиналып, көптен көрмеген туысқандар бар, сол
көріп қуанып жүрегіміз өте қатты толып тұр. Рахмет сіздерге. Құрметті қауым, рахмет. Алдындай уақыттарыңызды бөліп, анау алыс жақтан келген туыстар, жақыннан келген туыстар, бәрдеріңізге үлкен рахмет. Біздің ағамыздың аруағын сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Бәрдеріңіз аман есен болыңыздар. Света, рахмет. Осы берген асың қабыл болсын. Бала-шағаң қызың көр, немере шөбере бәрі аман есен болсын. Бәрі туыстарға айтарым, елдерің сау болып, аналарың аман есен болсын. Камила тәте, сіз ауырмаңыз, аман есен болыңыз. Осы үлкен кісілер қазір бізге ана сияқты болып көрінеді. Бәрдеріңіз жылысыз біздерге, бәрдеріңіз туыс. Бұл жерде бөтен адам ешкім жоқ. Осы мен ойлаймын, осы кісілер бәрі мамама құшағына сиятын етіп бұрын бәрін қарсы алып бізге үйрететін. Үйге қонақ келсе жақсы болады деп, Алла разы болады деп айтатын. Сол үшін осы жердегі отырған туыстарға аманшылық тілеймін. Осы жерге, осы асқа кеп, енді анау алыстан Сәулет әкеміз келіп отыр, біздің әкеміздің әпкесі. Бәр туыстарымызға жолға шықсаңыздар да бәріңіз аман есен болып, үйлеріңізге жетіңіздер, аманшылық болсын. Амин. Жаңағы айтқан бәр тілек, бәріне рахмет. Құрметті осылай мамамызды есіге алып, келгендеріңізге өте рахмет. Қабыл болсын. Бәріңізге зор денсаулық, бақыт, ешқандай жаманшылық болмасын. Тек тойда келісейік. Ал енді құрметті ағайын туыстар, бүгінгі асымыз қабыл болып, мамамды еске алған. Ағана ардақ айтып кеткендей, қыз тәтеден бастап, ана жеңгелері бәрі мырза деп атайтын. Ешкім бір атын атап көрген жоқ. Осы жерде Раушан отыр, Рабиға отыр, олардың шешелері Камила тәте отыр, енді Камажай деп айтатын. Мамамды керемет сыйлаған кісілер осы кісілер. Бетінен тік қарамайтын, міне тірі өзі көздері отыр. Ана Камал тәте ол ерекше болатын. Бір күн шайға келмесе біздің шайымыз жүрмейтін. Мамам аптасына бір қонақ шақырмаса айтатын, арқама аяздай батып отыр, ананы шақырмадым, мынаны шақырмадым. Осындай кеншілігіне, осындай мінезіне қарай, осы туған туысқан, іріктеп шақырған туысқан бәрі келгендеріңізге өте рахмет. Дендеріңіз сау болсын, әрқашанда береке бірлік болсын. Отбасыларыңызда қуаныш пен жаңағы денсаулық, күш қуат болсын. Амин. Өте көп, бірақ та бұл жерде осы отырыста мен үш нәрсені еске түсірдім. Бірінші нәрсе, ана деген ол мейлі сен жасың 30-да болсын, 40-да болсын, 50-де болсын, тіпті кемпір бол, шал бол, ана сенің қасында болса, ананың қасында бір сәби сияқты болады екенсің. Яғни адамның жасына қарамай, және де қазақта бір сөз бар ғой, анасы бар адамдар ешқашанда қартаймайды деген. Анасы бар адамдар нағыз ол бақытты адам, және де біз онда сол бақытты тірі кезінде көруіміз, соның қадірін де білмейміз. Өйткені қазақта айтады ғой, қолда бар алтынның қадірі жоқ деп. Және де осы қадір нені түсінген кезде, мысалы бәріміз осы видеоны көрдік. Видеоны көрген кезде барлықтарымыз анамыздың тірі кезінде күш-қуаты тасып тұрған кезде көреміз. Ал қазір мысалы көріп жатқан кезде басқаша көзқараспен қараймыз. Өйткені сол видеоны қарайсың, бірақ видеоны қараған кезде ананың қасында жоғын сұрайсың. Сондықтан да бәріміз бүкіл перзенттік борышымыз әрине ананы құрметтеу. Ең бірінші әрине Алла айтады: «Уәлә тушрик билләһи шәйъән ва бил-валидайни ихсана». Ең бірінші Аллаға сеніп қоспа, және де ата-анаға дұрыстап құрметте, және де Алла Тағала Лұқман сүресінде айтады: «Вафисалуһу амәйн». Яғни дейді 9 ай көтеріп
оны 2 жыл еміздіру, яғни Алла тағала осы 1 ауыз сөздің ішінде ананың бізді қалай өсіретіні және сол мехнат тартқаны, машақатпен өсіріп бізді соншалықты жетілдіргені енді үлкен еңбек. Және де осы Бегайша апамыз тірі кезінде 6 қызын қияға қондырып, 6 қызын үлкен азамат етіп, азаматшылардың қатарына етіп, үлкен бір тұлға жасағанына Алла разы болсын. Осы бүкіл еңбекті және де осы басымыз қосылып осылай марқай отырғанымыздың үлкен бір себебі әрине Алланың қалауымен және де осы Бегайша апамыздың орасан зор еңбегімен деп ойлаймын. Және де осы сіздерге айта кететін жай, жалпы біздің қазақ халқы анасын әу баста бірінші орында қойып, бірінші әуелі Алла, содан кейін ананы қойған екен. Және де арамызда осы жиналған қауымда арамызда әйел адамдар болса ананың бақытын, ана болудың рөлін осы өмірде қалай ана болу деп түсінеді. Өйткені ана болу өте қиын. Және де сол анамыздан айырылу да, және де осы анамыздың қадірін түсіну де өте бөлек нәрсе деп ойлаймын. Және де сіздерге айта кеткенім, осы 1-2 ауыз сөзде бір өлең жолдарды жеткізсем, 9 ай 10 күн көтерген еңбегіне еңбеген. Бір сен үшін қиналып, мехнат тапқан төсіне, жыласаң шошып оянған, мұздай бесік таянған. Қараңғыда жыласаң, жаңылмай білген даусыңнан. Жас нәтижеде күніңнен, хабардар болған сыртыңнан. Мейірімді қадырған, мейірбандар анадай. Және де осы сөзге қарасақ, қазақ халқында жалпы өзіміздің ислам шариғатында ананың рөлі, ананы құрметтеу, ананы соншалықты үлкен жоғары дәрежеге қою, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алланың разылығында дейді. Осыншалықты үлкен біздің еңбегін түсірген, еңбегінен сарп етіп, тас емшегін жетіп, қарын құрсағын кеңейтіп, осындай үлкен бізді қолымызды аузымызға жеткізген анамызға Алла разы болсын, жатқан жайы жайлы болсын. Бағана кешем қазір қайда? Бағана кешем деп едім ғой, бағана кешем. Нет, я не дома остались.